Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Күніңіз қалай өтті? Жақсы өткеніне мен сенімдімін. Бүгін үшінші сабақ. Бұл үшінші сабақта біз не үйренеміз? Бұл үшінші сабақта біз жалпы сайттың құралымдарын, яғни сайт жасауды құрастыруды үйренетін боламыз. Сайтты құрастыру үшін создать новую деген батырманы басайық. Басқаннан кейін бізге есімін жаз дейді страницаның. Бұл страницаның есімі тек қана бізге ғана көрінеді. Сондықтан да бұны өзіңізге ыңғайлы есім қоясыз. Яғни айтқанда сіз сайт маманы болсаңыз, сіз компанияның атын қоясыз. Сонда сіз шатаспайтын боласыз. Төменгі мына сандар не үшін, мына отдел не үшін жасалған, онлайн услуга дейді, не үшін дейтін болсаңыз, үстін басып, шаблондарын таңдап, сол шаблондарды қолдану арқылы бір сағаттың ішінде сайт жасауға болады. Қазір сіздерге біреуін көрсетейін. Мысалы, маған ұнап жатқан бір сайтты алайын. Так. Туризмді алып көрейік. Мінекей мынаны алайын мен. Да, создать. Бастық, иә? Енді біз дәл соған кіреміз қазір. Мінекей достар, дәл сол сайттың шаблонына кірдік. Кірген кезде бұны қалай өзгертеміз деген сұрақ туады. Ол сұраққа, яғни айтқанда, мысалы біріншіден бастап, логотиптен бастап өзгертейік. Үстін бассаңыз болғаны, сіз өзіңіздің ноутбугыңыздағы суретті жібере аласыз. Мысалы, мына суретті қойайық. Қойдық. Көрдіңіз бе? Біз өзіміздің ноутбугымыздан суретті қойдық. Қойғаннан кейін мына жақта қалай өзгертемін дейтін болсаңыз, үстін басып, екі рет бассаңыз болды, бұны өшіріп өзгерте берсеңіз болады. Мінекей өшті. Азамат деп қойдық. Азамат. Дұрыс па? Акцияның үстін басып өзгерте алмаймыз. Екі рет бассақ та өзгертілмейді. Себебі бұл кнопка. Кнопканың есімін тек қана настройки кнопки деген батырма болады. Соның үстін басу арқылы есімін өзгерте аламыз. Мысалы осылай. Көрдіңіздер ме? Өзгертілді. Жан-жағынан көресіздер, мінекей текст болса, екі рет басып өзгертесіз. Кнопка болса, мына жақта настройкаға кіріп өзгертесіз. Түсінікті ғой, иә? Текстті өзгертейік. Мысалы 79. Көрдіңіз бе? Осылай өзгертеміз. Енді астында арқадағы фонды өзгерту керек болады бізге. Фонды өзгерту үшін фонға кіріп, мына жақтан өзінің өзгертетін жерлері болады. Фонды екі рет бассаңыз, арқадағы фонда. Мына жақтың 79. Енді біз фонды өзгертуіміз керек. Фонды өзгерту үшін не істеу керек? Настройки секции деген батырманы басамыз. Басқаннан кейін барып, арқадағы фонды өзгерту үшін изображение деген батырмамен басып өзгерте береміз. Түсінікті ғой, иә? Басынан көрсетейін. Настройканы басамыз. Басқаннан кейін светте тұрады. Светтің изображение деген жерден өзіңіздің кез келген фотоңызды басып аласыз. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті болды деген үміттемін. Енді не істейміз? Енді мына жақтың оферін өзгерту үшін оферді былай өшіп тастап, қайттан жаза береміз. Көрдіңіз бе? Өшіп тастап, қайттан жаза беруге болады. Астында мына жақтың, яғни айтқанда, мыналар егер үлкен болып кетсе, кішірейте аламыз. Және
Осыны істедік. Получить скидку батырмасын басқан кезде бұлар номерін тастайды. Бұл имя, аты жөнін қайда жазатынын жазу үшін мінекей. Мінекей мынаны үстін басамыз да. Басқаннан кейін мына жаққа имя деп қоямыз. Мына жақта имя жазды. Мына жақта телефон тағы көрдіңіз ба? Есімін жазып қойсаңыз болады. Міне электронды почта деп мына жақта тұр. Мынаны басамыз. Басқан кейін мінекей. Көрдіңіз ба? Мына текстті өзгертсеңіз, осы жер өзгереді. Жалпы осылай кез келген настройкада не мінекей тамшы немесе ключ екеуін біреуі тұрады настройкаларында. Мына жақта мысалы тамшыны басып тұрып арқасындағы фонды өзгертуге болады. Қазір свет деді. Светті өзгерту үшін не істеу керек? Мына жақ астыда пустой деген бар. Мынаның ішінде изображение деген бар. Көрдіңіз ба? Арқасы өзгеріп жатыр. Қазір бізде тек қана свет қана тұр. Мынаның үстін басып, тек қана светке қойайық. Видео қойсақ болады бұған. Светті тұра берсін. Енді мына бағаны қалай өзгертеміз дейді. Бағанын бассақ, 2 рет бассақ та өзгермей тұр дейді. Ол сұраққа, яғни айтқан жаңа айтып кеттім. Счетчикті өзгерту үшін, кез келген нәрсені өзгерту үшін бізде осы 2 батырма ғана бар. 2 батырманы өзгерту арқылы, басу арқылы өзгерте аламыз. Мінекей бастық, басқан кезде міне уақытын қоясыз. Көрдіңіз ба? Уақытын қойып қойсаңыз болғаны. Сол уақыт бойынша бұл счетчик айнала беретін болады. Мынаны уақытын таңдайсыздар, Астана уақытымен. От первого захода. Көрдіңіз ба? Бірінші тіркелгендегі, бірінші кірген сайын, бірінші кірген кезде, немесе точно событие, время қойып қойсақ болады. Яғни айтқанда, арнайы уақыт қойып қойса, сол уақытта өшіп қалады ол. Ежемесячный. Енді өзіңіз таңдайсыз ол жағын. Видті өзгертсек болады. Бұны негізі кодпен жасайды. Ал біз бұны шаблон арқылы істесек болады. Түсінікті ме? Счетчикті басып ақ істесек болады. Мінекей. Счетчикті қоятын болсақ, мінекей. Осы арқылы өзгерте аламыз. Енді біз төменге түсек. Төменде мінекей сұрақ жауап болады как-то. Бұларды өзгерту үшін жаңағыдай, тура жаңағы система. Картинка болса, үстін басып өзгерте аламыз. Текст болса, 2 рет басып өзгерте аламыз. Кнопка болса, 2 батырманың бірін басып өзгертеміз. Түсінікті ғой, түсінікті болғанына сенімдімін. Қазақ. Мінекей. Өзгерді. Кнопканың түсін өзгерткіңіз келсе, настройка виджет батырмасын басасыз. Ол жақта түсін өзгерте аласыз. Егер түсін өзгерткіңіз келсе, мына жақта настройка кнопка батырмасын басып, сізде текстте тұрады. Сізде содержимое деген жерде тұрады. Видке ауыстырып, сіз свет деген жерден өзіңіздің светіңізді таңдайсыз. Түсінікті болды ғой, текст виджетін 2 батырма басу арқылы өзгертеміз. Фотоны үстін бір бассақ болды. Жалпы осылай. Түсінікті ғой, түсінікті болғанына сенімдімін. Егер шаблонның астына тағы бір нәрсе қосқым келеді дейтін болсаңыз, осы арқылы қоссаңыздар болады. Енді біз опубликовать
етейік. Яғни айтқанда өзіміздің сайтымызды Google-ға шығарайық. Ол үшін оң жақ жоғары жағында опубликовать деген батырма шығады. Соны басу арқылы сіз бұны шығарасыз. Мінекей сілтеме берді бізге. Сілтемені ашайық. Сілтеме мінекей ашылды. Азамат деп тұр. 79 түсінікті. Получать скидку. Түсінікті. Аха, түсінікті. Түсінікті. Получать скидку деп атымызды Саят. Номерімізді жазайық. Болды, отправить заявку. Кетті. Кеткеннен кейін бұл заявка маған қай жерге келеді? Ол заявка маған опубликовать етіп қойдық. Енді бізге заявка мына жерге келеді. Көрдіңіз ба? Міне. Саят номер. Виджет кнопка. Көрдіңіз ба? Бұл жақта заказ. Осы күні келіп тұр. Көрдіңіз ғой, иә? Енді статистиканы көрейік. Мінекей. Статистика. Конверсия 33%. 3 посетители, 3 адам көрді, біреуі қабылдады. Көрдіңіз ба? Мінекей. Тип перехода. Жалпы осылай. Шаблонды қолдануды бүгін біз үйрендік. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, мемнун болғандарыңызға рахмет. Кері байланысты комментарияда күтетін боламын.